Міне, осылайша 1951 жылдың 16 мамыры күні Шижаға деген ауылда Сағынай Дәріқұл ұлы дүниеге келді. Негізі Дәріқұл әкеміз бен Балиға анамыздан 7 ұрпақ дүниеге келген. Тағдырдың жазуы солай болған шығар. Сағынайдың 3 бауыры Шарапат, Күлмарам, Сағынбай сәби күнінде шетінеп кеткен. Сағынайдың әкесі Дәріқұл Ұлы Отан соғысына қатысып, соғыста көрсеткен ерліктері үшін Қызыл жұлдыз орденімен және бірнеше медальдармен марапатталған. Анасы Балиға отбасындағы шаруа әйел болған. Қане, ыстық шай ішіңіздер. Әбеке, ұлымның атын өзіңіз қойыңыз, жол сіздікі. Рахмет, Құдай қосқан қосылды. Халқы іздеп сағынатын ұл болсын. Атын Сағынай қойдым, сенің атың Сағынай. Сәкеңнің атын қойған бабамыз Сағынайдың еліне, туған жермен ауылына қызмет жасап, еңбегі сіңетін біліп, бірақ өмірінің қысқа болатын, аққан жұлдыздай өте шығатын білген сияқты. Сондықтан да елі, замандастары, бауырлары ұмытпай сағынып жүрсін деп Сағынай қойған сияқты атын. Алайда оның ғұмыры қазақтың ұлы ғалымы Шоқан Уәлиханов сияқты аққан жұлдыздай жарық етіп, тез өте шықты, тым қысқа болды. Небәрі 32 жыл ғана өмір сүрді. Соған қарамастан, қысқа ғұмырында артында із қалдырып, елінің жүрегінде сағыныш пен құрметке толы естелік қалдырды. Сағынай балалардың үлкені, одан кейін қарындасы мен 2 інілері бар. Қарындасы Жақсат, інілері Ерсайын мен Толағай. Қарындасы Жақсат күйеуі Садулла мен әуелі Арал қаласында, кейіннен өмірінің соңына дейін Байқоңыр қаласында тұрды. Бүгінде Жақсат та, жолдасы Садулла да қайтыс болған. Енді ағамыз деген енді өте жайсаң адам болатын тұғын. Керемет, кең пейілді, кең мінезді, өте бір кешірімді адам еді. 80-ші жылы мен 10-шы класс бітіріп аттым сол кезде. Сол кезде Ерсайын ағамыз, біздің Мирас жеңгеміз үйленіп, олардың тойлары Алматыда болатын болды. Май айында болатын болды. Именно май айында біз мектепті бітіріп атымыз, экзам тапсыруымыз керек. Соған қарбалас болып, сондай жағдай болып қалды. Бірақ енді менде жаңағы қырсық мінез бар ғой енді. Мен барам Алматыға деген. Оған бәрі қарсы болды. Енді сенің экзамың бар, қаяқтан барасың енді? Сен бармайсың, сен тойға қатыспайсың, осы жақта боласың деп. Олар сол Шижағадан Аралға қарай автобусқа мінді, олар алдына мінді, мен артына міндім. Одан Аралға барды. Аралға барған кейін олар пойызға мінді. Пойыздың алдына мінсе мен келесі вагонда міндім. Қойш не керек, пойыздың үстінде кездестік қой. Сондағы жаңағы Сәкеннің мінезінің кеңділігі бәрі не мынау деп айқайлап атқанда Сәкен, қой, шалдың кенжесі ғой. Тойды көргісі келген шығар, көріп қайтсын деді ғой. Ағамыз сондай тұғын. 1958 жылы Сағынай Арал қаласындағы нөмірі 176 орта мектепке оқуға түседі. 4 бастауыш сыныпты бітірген жылы Сағынайдың әке-шешесі Шижаға ауылына қоныс аударып, 8 жылдық білімді осындағы мектепте тәмамдап, қалған 2 жоғары сыныпты қаладағы нөмірі 13 орта мектепті 1968 жылы аяқтайды. Шындығына келгенде Сағынайды мен ертерек білдім. 3-ші класста, 10 жасымызда. Оның папасы, мамасы Ждан көшесінің бойында тұр. Бұрында хлебзавод салынып жатқан уақыттарының алдында, сонда тұрып, ол кісінің соғысқа қатысқан соғыс ардагері екенін көргенім бар еді. Екеуміз кішкентай кезімізде соңғы жастарды бірге ойнайтын едік. Сол кездерде Сағынайдың сондай бір ұйымшылдығы, сондай бір өнерпаздығы, балдарды артынан еріп жүретіндей қабілеттері мол болды. Қасымызда парк болды, мектептің қасында, Маяк кинотеатрының қасында. Соған секіріп кетіп, шарбақтан секіріп біліп жүретін уақыттар еді. Сөйтіп бір күндердің күні мектебімізге де Сағынайдың басқаруыменен менің атым Қожа дейтін мектептерге арналған сонда бір спектакль қойып, Маякта соны қойып жүріп, ана бір моменті бар.
кеше қарай екеуі балық аулап жаңағы досыменен екеуі сөйтіп шелекке от жағып ағаш жағып сол көк түтін болып театрдың ішінде сондай бір қызық болған уақытымыз бар. Содан кейін жақсы өлең айтатын мектебіміз өнер жағынан жақсы болды, өлең айтатын билейтін қыздар көп болды. Мектепте өте алғыр, сондай талантты оқушы болды. Өзінің жолдастарына, өзінен кейінгі інілеріне, ағаларына, барлығына өте қадірлі болды деп ойлаймын. Себебі ол өте бауырмал, ақ көңіл, сондай жақсы жігіт болып өсті. Екеуміз 13-ші мектепте оқып жүрген кезімізде Сағынай мектептегі үлкен мұғалімдердің барлығымен араласатын. Ол кезде біздің ағайларымыз Әбдуәли Әлмаханов ағай, Мәдина Махатова, Рая Сахипова, Бейбіш Төрешева, Марал апайлар, Жұмағали Мерекбай ағайлар, тағы да басқа көптеген мұғалімдеріміз барлығы тек қана біздің классымызға келгенде Сағынайды іздеп тұратын. Ешекенов қайда дейтін. Өткен Сағынай барлық жұмыстарға, мектептің қоғамдық жұмысының барлығына араласты. Мектепте үлкен үзіліс кезінде радио торабы жұмыс істейтін. Сол радио торабының бөлмесінің кілтін әкеліп маған беріп қоятын. Сөйтіп үлкен переменде барып, Сағынай мектептегі жаңалықтарды, мектептегі кейбір оқу үлгерімдері болсын, сонан айтып, кейде ән орындап, менің өзіме де ән салдырып қоятын. Аудандық мәдениет үйіндегі сол кездегі бір суар азаматтар, Мұрат Сыдықов ағамыз, Талас Шүкіров, тағы басқалармен өте тығыз байланыста болып, мәдениет үйіне күніге бір баратын. Сөйтіп жүріп біз 10-шы класста кәдімгі маяк клубына концерт қоймақшы болып, Сағынай сонда Құрманғазының Балбырауым күйін орындап шықты. Маған ән айтқызды, мен Сыргүлі деген әнді орындадым. Барлығы Сағынайдың бастауымен. Мектептегі көркемөнерпаздар үйірмесін басқарып, Мұрат Сыдықов ағай мұрындық болып, барлығымызды солай өнерге баулайтын. Бірақ барлық өнер Сағынайдың бойында, ол өте алғыр, өте талантты бала болды. Аз ғұмырында көп нәрсеге үлгеріп кетті деп айтуға болады. Ол өмірге асығыс келіп, асығып кеткен сияқты. Оның өнерде де, өзінің өмірде де алатын орны ерекше, оның ақындық қабілеті, жаңағы актерлік қабілеті, тіпті жастай семья құрып, 7 баланы өмірге әкеліп, аттанып кетуінің өзі дәлел деп есептеймін. Сағынай жарқ етті де, жарық жұлдыздай тез сөніп қалды. Мектепті ойдағыдай аяқтаған Сағынай бала кездегі арманы Алматыдағы театр және өнер студиясына оқуға түседі. Осында ол әйгілі бестік атанған достарын табады. Олар Якуда Халықұлов, Өтеулі Тастанбеков, Мағзұм Бақытжанов, Бақытбек Алпысбаев еді. Осы театр студиясына түстім. Сол жерде мен 1,5 жыл оқыдым. 1,5 жылдан кейін әскерге алып кетті мені. Сол кезде көрген мен Сағынайды. Біз 3 көмітті үйде тұрдық та, соның залында біздер тұрдық. Жаңағы ат жолы бестік деп айтайтынбыз өзімізді. Жаңағы мен Мағзұм Бақытжанов, Бақытбек Алпысбаев, Сағынай Ешекенов, Якуда Халықұлов, сосын Өтеулі Тастанбеков. Осы бесеуміз, сол бесеуміздің де бойымыз бірдей. Не ұзынымыз жоқ, не қысқамыз жоқ, бәріміз сол бір бойда болатынбыз. Сол елдің бәрі күлетін, мына бестік келетір деп. Сөйтіп жүріп, біз Сағынайменен мен әскерге кеткеннен кейін ажырасып кеттік. Олар осы Бақытбек, Якуда, Сағынай бәрі Қызылордаға кетті. Қызылордада театр бар ғой, соған кетті. Мен мында қалдым жаңағы, Тастанбек ол Шымкентіне кетті жаңағы. Сонан келіп, қайтадан жаңағы студияға түсіп, сол 6 жыл оқып, бітіргеннен кейін бізден мынау 9 баламыз, сонда 3 қыз, 6 ұл, мынау
қазіргі Тараз деп аталады, бұрын Жамбыл облыстық драма театрына актер болып келдік. Жамбылға келдік, сол жерде актер болып істеп жүрдік. Содан кейін бізде енді жаздың күні гастроліміз бар ғой. Сол гастрольменен Аралға шығатын болдық. Ой, мен қуанып жүрмін, Сағынайды көретін болдым ау деп. Өйткені аналардың бәрі Қызылордадан таппаймыз ғой. Бәрі кетіп қалады гастрольде. Содан кейін осы қасында Шалқия бар. Тағы біраз жігіттер бар. Бір бригада жүрміз. Бір бригада жүрміз. Содан жаңа естідік қой, Сағынай қайда деп, ойбай Аралсақ болсын деді. Мен алдында бар төшкі дайындап кетем жаңа. Сосын айтам, әй мен келді де, анау күтіп алсын деп. Sonra кешке қарай үй дайын ғой деп келсем, Сағынай да жоқ, Пәнда да жоқ. Клубтың алдында тұрмыз жаңа бәріміз. Сағынай қашан келеді деп. Бір кезде бір дөбе келеді дейді. Мен оны жаңағы сондай арықтау кезінде көргім. Бір дәу бір басында шляпа жаңағы. Мен айтам, мен мынау Сағынай ма деп қой. Батыр Сағынай ғой дейді. Сол келіп қарайды, мен қараймын. Содан кейін бәрі екеуміз құшақтасып жатырмыз да. Сонда көрдім Сағынайдың кішкене өзгергенін. Жас қой. Анау азат қоғамына қатысқан біздер, мен ойлаушым 44 жаста, 40 жасында кетіп жатты. 33 жасында кеткен адамды мен өзім бірінші рет естідім. Сондықтан Сағынайдың мінезі алып ұшпа болатын. Маған солай көрінді. Ол көп дүниеге тоқтамайды, бір көңіліне алған дүниесі болса, соны бітіруге тырысатын. Сосын жаңағы бұл мансапқа оншалық қызықпайды. Мен айтамын, сен Рабашқымда нең бар еді? Театрымыз ғой, театрға бардым, ештеңе көре алмадым. Анау да мынау деп, жаңа өзі сөйтіп айтқан. Содан кейін мен айттым, енді сенің мамандығың осындай ғой. Газеттесің ба? Газетте бармын деді. Газетке сол өлеңдерімді жіберем, солар шығып тұрады деді. Содан кейін мен көрмедім ау Сәкеңді. Сағынайдың бір ерекшелігі, сол кезде оның бойында бір ақындық қасиет бар болатын. Өйткені бізбен әңгімелесіп отырып, кенет аузы жыбырлап өзімен өзі болып кетеді де, бірден қалам қағаз алып жаза бастайды. Бұл не жазып отыр, не істеп отыр деп ойлайтынбыз. Автобуста келе жатқанда да, көліктің ішінде отырып та аузы жыбырлап бірдеңелерді айтып отырады. Сөйтсек, ана ішіне келіп қалған нелерді, сезімдерін бірден айтып, өзімен өзі қайталап отырады екен ғой. Сосын оның бір ерекше бір қасиеті бар болатын. Енді ол балалық шағы ғой, енді киоскілерден шетелдің газеттерін сатып алады. Өздері шетел түгіл, орысшаны дұрыс білмейді екеуді. Соны автобус болсын, троллейбус болсын, соның ішінде отырып, жаңағыны оқып отырып, анаған шеғ атып күлген болады. Сонда автобустың ішіндегілердің бәрі ойлайды, о, мынау шетелдің тілін біледі екен деп. Соған бәріміз таңғалатынбыз. 1970 жылы театр студиясын бітірген Сағынай өз арманын қуып, елге оралады да, Қызылорда қаласындағы Нартай Бекежанов атындағы драма театрына жұмысқа тұрады. Театрдың сахнасы мен репетиция бөлмелері оның шығармашылық өмірінің жаңа белесі болды. Мен ойлаймын да, егер ол театрдан кетпегенде мықты актер болатын еді Сағынай. Бұл актер болып жүріп те, ауылында анандай комсомолда, кәсіподақта қызметте жүргенде де қолынан оның қаламы, қалтасынан қағаз түскен емес. Түртіп бірдеңелер жазып жүретін әйтеуір. Осы театрда қызмет етіп жүргенде, тағдыры оған болашақ жары Сақып Жамалды кездестіреді. Олардың танысуына жол ашқан Сағынайдың туған жері мен достығы арқылы байланысқан досы Еркін Әбілов еді. Сағынай досым осы Алматыға театральный студияға оқуға кетті. Сонда барып оқуға түсіп, 3 жылда бітіріп, Қызылордаға Бекежанов атындағы көне театрға қайтып келді. Актер болып келді. Бұда бар досымыз Қалықұлы. Бақытбек пен Алпысбаев, қазіргі Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. Үшеуі осы Бекежановқа актер болып келген еді. Ол кезде біз педагогикалық институтта оқыдым. 4-ші курсында заочный оқыдымыз. 3-ші курсында. Міне сол кезден бастап біз тағы да досымызбен табысып бірге араластық. Енді осы жерде бір айтатын әңгіме бар. Сағынайдың бізбен араласқаны соншалық, біздің группада
Сақаш деген жемелесі студентпіз ғой енді, ер азаматтар бар, қыздар бар. Соның ішінде Сақаш деген бір сылқым сұлуы болды. Осыны тыңдайды ғой егер. Мына сұлу төбелі. Сағынай досым сонымен танысты. Сонымен табыстырдым да мен. Таныстырдым да, Сағынай табыстырып, кейін бұлар шаңырақ көтерді. Сөйтіп біз әлі студентпіз. Сағынай мен Сақаш осы мына театрда қазіргі Асқар Тоқмағамбет. Ол кезде драма театр ғой сол. Соның үстіңгі этажында цехта қоныс істепті. Сол жерде үй болды, жай болды. Біз күндіз студенттер сол үйге барып, солардың қара шайын ішеміз. Содан төменге түсіп, 20 студент кәдімгі ұрып баласы. Сағынайды сахнадағы ойын тамашалаушы еді. Міне Сағынай осынша осылай Сақашты біз таныстырдық, кейін аралға келіп үлкен той өткізген сол да бір есіме түседі. Ол кезде қазіргідей джип, Волга деген, иномарка машина деген атымен жоқ. Бортовой машинамен пойыздан түсіп, соны ол Шежағада Құмтөбеде үйлену тойын өткізіп қатысқан едім. Кейін сол ауылда талай рет болды. Сәкенмен бірге Құмтөбенің басына шығып, әңгімелесіп отырушы едім. Құдайға шүкір, Сағынай әттеген-ай 32 жасында кетті. Тіпті адам сенбейтін жас ол кез. Бұл марқұм боларда соңғы сапарға шығарыпсыларда да мен болғаным бар. Әттеген-ай аяқ астынан кетті ғой. Бірақ шүкір, Сағынай көзі тірісінде артында өлмейтіндей, өшпейтіндей із, өлместей сөз қалдырды. Міне Сағынай сөйтіп күн күлкісіз, түн ұйқысыз жүріп, керемет жұмыс жасап жүрген азамат еді. Тіпті жаңағы 38 жас дегенде қазір 70-ге келіп отырмын ғой. Тіпті сол 32 емес, бір 50-60 жыл жасағандай өмір кешті Сағынай. Өйткені артында жаңа айтқандай үлкен мұра, үлкен істер қалдырды. Сағынай егер көз тірі болғанда бүгінде белгілі арқалы ақын, белгілі азамат болады деп, әттеген жаңа айтқандай ерте кетті. Мына өзінің кезінде елмен шығармашылық жөнінде ғана айтайын, ол өзі белгілі ақын болды. Өкінішке орай Сағынайдың көз тірісінде бірде-бір кітабы дүниеге жарыққа шыққан жоқ. Тек кейін қайтыс болғаннан кейін Ердәулет баспасына мамырдың майлы жаңбыры және арманда кеткен ақындар топтамасында жарық көрді. 2006 жылы ғана осы балдардың ұйымдастыруымен Ақтөбеде сағыншақты өлеңдік жинағы шығып, оқырмандарға тарту етілді. Мына бір ғана шумақ оқып бергім келеді. Өтіп жатыр сәбилік жер-көкте күн, ірәк көріп анасы тербеткенін. Бірақ байқамыз, бірақ сәтте біздің шалбоп алғының ержеткенін тағы да бір сапарға мен беттедім. Иә, Сағынай өзі айтқандай тағы да бір сапарға мезгіл беттеп кетті. Бірақ мен тағы да қайталап айтамын, Сағынай досымды өлді деуге болмайды. Оның артында өлмейтұғын сөзі қалды, өшпейтұғын ізі қалды. Аллаға шүкір ұрпақтары бар. Сақаш екеуі жеті ұл мен қызы өмірге келіп, қазірі ұлдары ұяға, қыздары қияға қонған. Тағы да қайталап айтқым келеді, мына әкесі еске алып рәсімін жасап, ел халыққа қайта тірілтіп жатқан ұрпақтарынан ұлағатына мыңдады рахмет. 1971 жылы Сағынай ауылдағы қартайған ата-анасы мен кішкентай бауырларын ойлап, театрдан қол үзіп, өзінің туған ауылына оралады. Алғашында 1972-1974 жылдарда Арал аудандық мәдениет үйіне халық театрына режиссер болып қызметке тұрады. 1974 жылы туған ауылында жастардың комсомол ұйымына, кейіннен кәсіподақ басшысы болды. Сәкеннің бір ерекшелігі өте көпшіл болатын. Адам талғамайтын, біреу былай ет демейтін. Сосын еш уақытта енді талай жерде бірге болып дастарханға қина қоймайтын. Анау жоғады, мынау жоғады деген әңгіме айтпайтын еді. Сағынайға шейін біліп отырамыз ғой, совхозда концерттік бригада болған жоқ. Ауылда аралап концерт қылатын мұндай болған жоқ. Автоклубтар барады, аудандық мәдениет үйіне. Соған Сәкен совхоздың көркемөнерпаздарын құрып, өз аралады. Сол 77 жылы Қапшағайға кетейін деп жатқан болу керек, Асқар Қыдырбаев кетем деп жатқан, соны алып қалып завклуб болды Сәкен. Сөйтіп жаңағы неде жатқан 2 гитара жаман алынған, соны аннан мынан алып құрастырып, жаңа жыл кешін әдемі өткізді. Ой, бір керемет өтті. Роза Ержанова ғой біздің класстасымыздың күйеуі. Ана ұлын алып тұрып сахнада
айым болып тудым ба деп айтқанда енді зал енді ол айтатын жоқ жаңа. Ана кеш бұрын соңды болып көрмеген кеш болды. Содан оқуға түсіп кеткеннен кейін Сәкен жөнінде мен мақала жаздым. Ленш жазды бірінші бетіне шықты. Біздің комсорг деген. Содан білмеймін ғой, ауылға айтам, мынандай күні барам деген бой әкеме. Аралдан түсіп тұрсам, Сәкен күтіп тұр. Ай десем, ай, сен авторымсың ғой мен дейді. Қара адамға бір ілтипат, кішкентай нәрсе ғой, мен төбем көкке бір ел жетпей қалды. Сағына Ешекенттің күтіп тұру, қасында енді адамдар сол үйге келіп, сосын біздің үйде тойлау ғой, енді ары-қарата жалғастырады. Содан кейін жаңа тығыз байланыс, мен енді оқу бітіргенше келем, сол совхоздың жетістіктерін көрсетем, газетте, неде, радио шектер ұйымдастырам. Соның арасында Сәкен аудандық мәдениет бөліміне ауысып кетті, театрда. Сол бір күні мен сол бір дерек нәрсе керек болып, Сасай деген жерде ғой деймін, ол кезде сол барып қайттым, мал шағылыстырып жүріп жатыр. Сөйтсем сол жерге аудандық мәдениет үйінен де келіп жатыр екен. Сағынайған басқарған жаңа бригада. Сол жерде Оңталап Нұрмахановпен таныстырды мені. Мына осындай жақсы ақын. Жаңа бұл мұны айтып отырған себебім, Сәкен өлең жазып, өлеңге бағыты бар адамды. Ол жас үшін мына үлкен ақын деп таныстырады деді. Мына үлкен ақын мені деп кереметті. Сол жарасқанмен келіп таныстырды. Көне қонақ үйге алып келіп, Жәкең Сағынай ағам сол. Содан жаңағы қалжың сол жерде бір әңгіме шығып кеткен. Бәріміз отырмыз, сол Серік ағам Сейтмағамбетов бізге жиен еді. Сол Сағынай ағам айтып жатыр, бұл баланы білесің ғой, Сәкен айтады, білеміз ғой енді біздің. Бұл кішкентай нағашымыз енді ана жаққа жазады, бізді менсінбейді толқын дегенде. Жоқ, толқынға әкеліп отыр мақалады. Бір мақала келіп отыр. Сонда, дейді да Сәкен, толқынға гонорар алу үшін емес, гонорар беру үшін жазады ғой. Түсініп бірден жүгірдім ғой енді ары қарата. Сол жаңа Сәкен сондайды бәрін әдемі ұйымдастыратын. Адамдармен байланыс, сосын мынау бітістіру, татулық, бірлік дегенді. Сосын өз өлеңдерде сол туған жер, ана тақырыбы, сонан соң әке тақырыбы, сосын татулық, бірлік көп айтатын. Өзі өлеңдер солай еді ғой. Оқу бітіргеннен кейін осы Қызылордаға келдім. Облыстық музейге аға ғылыми қызметкермін. Son bir gün otursam kabinette Сәкен келіп тұр. Командировка келген. Аудан совхоздың кәсіподақ ұйым төрағасы. Сенің осында орналасқаныңды біліп, көрейін деп келдім дейді. Ал енді сол қазір біздің көбіміздің қолымыздан келмейді. Ауылдың жігіттерінің қызмет орнына барып, ай сені көрейін деп келдім де, ол ана мына адамның қолынан келмейді. Соң ойбай Сәке деп соң айналайын мына жерің жақсы, нағыз материалдың ортасы дейді. Музей ғой енді. Бүкіл дерек қолыңда енді жазасың деп. Ол кезде бұлай не боларын кім білген. Сол жерде ағам отырып әңгімелестік. Сәкен айтты, осындай бір үлкен дүние жасадым. Ауылдан ұлттық кәдімгі дүние аспаптар оркестр деген. Соны бір өзім жазымым ыңғайсыз, сен бір келсең. Ойбай болды дедім, әңгіме жоқ, аға ол тіптен жақсы. Өзімде сұранып жүрген ауданға, командировка сапарға. Оны жақсы дұрыстап көрсетейік, қиындықтарын айтты. Осыны таласқа түскен, ұжымдардың таласы ойынды. Мына жақтан өтсу, Қази досының көмегін облыстық творчество үйінде директор болып отқан. Сосын тіптен жаңа клубқа шымылдық үшін бірталай айқайласқанын айтты. Ана үлкен шымылдықты алу үшін қанша айқайласқан. Оған маған ол түсініксіздеу көрінді. Бұл неге ақшасын аударса беру керек қой деп. Совхоздан ақша аударып отырмын дейді. Соны ана аспаптарды алу, ой көп не. Содан іс-сапармен ауылға бардым. Сәкен өмірден осыған екен. Өте бір қиын не, соның үстінен түстік. Содан
әп-шәп болып енді қаншама ағыл халық. Мен бір осы екі жерде көрдім Сағынайға байланысты. Сағынай қайтқанда халықтың мол жиналуы. Екінші, сол жерде Сағынай туралы ел бір күңіреніп айтып тұрды. Екінші, оның алдында бір білгенім 75-ші жылы елдемін ол кезде оқуға түспеген кезім. Ана ауыл советтің жанынан жеңістің неше жылдығы? 30 жылдығы ма? Соған ескерткіш ашылды да, қайтыс болғандарды бәрінің тізімі. Сол жерде Сәкен жүргізді. Сәкен соған сөйлеп, осы ер майдандағы несін бәрін айтып тұрғанда халық жылап тұрды. Жаңағы анау туыстары жан-жақтан келген, ой, енді мен сондай тебіренген сәтін елдің көрген жоқпын. Жаңа Сағынай марқұм болғаннан кейін бәрі құшақтап, айналып, толғанып, ой бір сұмдық. Бұл Сағынайдың бір ораторлығы, енді театр әртісі ғой, оның да рөлі бар шығар. Бірақ ана жерде бұл өзі сөздің сөйлей білу табиғат деген бір бөлек не ол Сәкен бұл оған мықты еді. Міне адамды тартуы өзіне. Сол екінші рет жаңағы жерде болды. Халықтың ойпырмай бұлай айтпағанмен ішінде екен ғой елдің құрметтісі екен ғой дедім. Енді 32 жас деген кәдімгі дер шағы ғой, айтатын жоқ, кәдімгі жалындап тұрған кезі бір бөлек болатын. Енді жаңа айтамыз ғой, кейін сол Сағынай ағамның маған жаңағы бүйтіп отырып ана оқуың керек деп, совхоздың атынан деп, соны кейін мен өзім комсомол хатшы болғанда сұрағанды Шымкентке бек ұзақтан екеуінде направление беріп, қисаңдамаңдар деп көргенім ғой мен. Сол ағамнан алған үлгім. Міне жаңа біз шет жағын айтып отырмыз, совхоздың мәдени деңгейінің көтерілуіне, жаңа сапаға жетуіне кәсіподақ ұйым төрағасы Сағынай Ешекен ықпалы өте зор болды. Және кез келген ауыл, кез келген ұжым, кез келген тракторшылар бригадасы Сәкенге ерекше құрметпен қарайтын. Жас қой енді 30-та. Бірақ сол совхоздың бір басшысы ретінде бөлек құрмет тұтатын. Және бұл қалжыңы да бар. Сосын Сәкен өзі неге сықаққа өте бейім болатын. Табан астынан жаңағы шығара салатын бір-екі шумақ жаңағы қалжыңдап. Жаңа әсіресе нағашыларының атын енді естіген шығарсың, жаңа сарғымды неге қыстадым деп келетін. Ондай да бар еді. Бұл да бөлек. Сосын араласатын адамдарының тіптен бөлек болатын бұл кісінің. Енді біразын білеміз ғой. Сол елге біздің Қуандық Шаңғытбаев пен Оспанхан Әубәкіров келіп, сонда осы үйлерде болды. Біздің үйде болған суреттері бар. Сәкен сол бөлек бір достық орнаған ол кісілер мен бұл кісінің арасында. Шығармашылық кәдімгі. Және мынау өлең жазып жүрау, мынау мақала жазып жүрау, мынау ән салады демейді. Кім өнерге жақын? Сәкен соның бәрін тартатын. Және бойын баламайтын. Мынау енді жаңа комсомол ұйымын жаңа айттым. Ол кісі комсорг болған кезде комсомол ұйымының секретары. Оған дейін де болған енді. Әлжан болды бөлек, Кеншімбаев, Зәкір болған. Ондай комсомол ұйымы бедел ондай Сағынайдың кезіндегідей беделге жеткен жоқ. Сол инерцияны кейін енді біздер алып кеттік қой енді. Одан кейін 9 болды, одан кейін мен алдым. Кәсіподақ ұйымы да бұрын үлкен кісілер істетті. Бар, жаңа газигі бар бір машинасы, клуб бар дегенде. Клубтың жұмысы зақ клуб істеп жатыр, әйтеуір. Сағынай келгеннен кейін кәсіподақ жұмысы мүлдем басқа бағытқа бұрылды. Өйткені Сағынай оның өзінің ішінде жүр, клубтың ішінде. Өзі бірге жүр. Қарап отыр, көріп отыр, мынаны былай істейік, былай істейік. Міне сол тұстардағы аудандағы жаңағы совхоз кәсіподақтарының ішінде осы біздікі алдыңғы лекте болды. Басқа бірде-бір совхоз колхоздың жаңағы көркемөнерпаздары андай ұлттық
атақ ала алған жоқ. Тек қана осы Арал совхозы алды. Кейін енді арасында жаңа ауданға барып келіп дедім ба театрда. Онда бұл режиссер болғанда да жақсы жұмыстар атқарды. Мұның енді режиссерлік қабілеті өте жоғары болатын Сәкең. Сол өзі армандап жүретін, сол ауылда бір әлі дайындалып үлгере алмай жатырмыз. Ауылда бір спектакль қойсам дейтін. Сол сағына еске түскенде бір жазылмай қалған жырлар ма, бөлек жырлар туар ма еді деймін. Бөлек істер өмірге келер ме еді. Шежағада үлкен бір театр болған болар ма еді деген ойларым ғой енді. Оның кім біліпті, Алла біледі. Өзі сол туған жер өскен ауылға тым антық болып кетті ме екен, тым ашық болып кетті ме екен, сол жібермеді ау. Қазір енді сол анау ауылдың бір шетінде сол ауылды бағып тұр Сәкең дейді. Ауылдағы өнерпаз жастардан ұлт аспаптың оркестр жасақтап, қыздардың хор ансамблін құрды. Оркестрдің музыкалық аспаптарын, өнерпаздардың киімдерін жасақтау әрине оңай шаруа емес. Бірақ бастаған ісін орта жолда қалдырмайтын Сағынай жоқтан бар жасады десек те болады. 68 жылы біз пенсияға шыққаннан кейін Шижағаға көшіп барған құдалары шақырып. Содан жаңа Қазақтан ол уақытта шипірлеу жоқ. Қазақтанның бір басында ер сайында тұрады, Сағынайға бәрі. Бір басында біз тұрдық көрші, үй арасында үй жоқ. Сөйтіп, сол жылы Сағынайға неде жұмыс істейтін еді? Қызылордада драма театрда. Концертпен келді драма театр Қызылорданың облыстық филармониясы. Нартай Бекжанов атындағы. Ой, бәрі Сағынай, бүткіл Шижағаның басы Сағынай болып жатыр. Біз баламыз енді, 3-4 оқимыз ой деймін шамасы. Сонан сол жылы Шалқарда ағам хат жазып жіберіпті әке шешесіне. Олды болдық, атын қойыңдар деп. Қатты мен жазып жібердім кейін қарта. Кемпір шал баланың атын Сағынай қойсын деп жатыр деп. Сонан сол Сағынай қойып, сол інім қазір Ақтөбеде тұрады. Иә, Сағынай. Сол Сәкеңмен сосын барып, 76 жылы Алматыға барып, Подкурскіге түсетін болып, сояқта апам тұрады, қантай, ноябрь деген жеземіз, Қапшағайда. Ауылға кемпір шалдың шөбін шолып беріп, қайтадан сояққа Алматы жаққа кететін болып тұрғанда, Сәкең кездесіп, мұнда Шижағада Арал совхозының комсомол секретары Сағынай ағамыз. Асқар нағылды да, бәр шаруамды сондай деп бәрін айтып едім. Онда кемпір шалдың бұрға ауылға неге жұмысқа тұрмайсың деді. Ауылда маған жұмыстың реті жоқ деді. Оны Шижағаның клубы бос тұр ғой. Сол зат клуб болды деді. Мен аламын, мен 18-дегі, 17-18-дегі болған кім алады жұмысқа. Деп жүр барайық деп, соны совхоздың директорына кіргізіп, жаңағы Сырымтал екен, Рабошком, Жүзіп Ділдабай деген аға, Парторг Сәрсейіп Торғай деген ағаларға кіргізіп, сонымен мені клуб меңгерушісі қылып тағайындады. Сәкең комсомол секретары, әрі енді өнерден хабары бар адам. Мен енді оның алдында Аралда Маяк клубында эстрада ойнағанмын. Федя Горбачев деген жаңағы художественный руководитель райкультурының, соның қарамағындағы. Соның бар, есінде музыкальный школда оқығанымыз бар, 4 класс. Сонымен 2 жыл жұмыс істеп, жұмысыма бәріне әрине Сағынай ағам көмектесіп тұрды. Сөйтіп 2,5 жылда сол совхозда клуб меңгерушісі болдым. Сәкең ағамыз өте мейірман, адамдарға бір жақсылық істеп тұрғысы келетін, сондай азамат адам еді. Алдынан Жарылқасын ағамыздың. Оның ақындық жолында соңынан ерген, тәлімін алған шәкірттері аз емес. Солардың қатарында бүгінде елге кеңінен танылған ақын, режиссер, мәдениет қайраткері Оңталап Нұрмаханов, марқұм айтыскер ақын, жыршы, термеші Бекұзақ Тәңірбергенов, сондай-ақ термеші, жыршы Сұраған Мырзаев бар. Сағынай олардың әрқайсының бойындағы талантты дер кезінде танып, бағыт беріп, рухани тұрғыда қолдап отырды. Оның қарапайымдылығы мен талапшылдығы, өнерге деген адалдығы шәкірттеріне үлгі болды.
жас талапкерлердің өнер жолында қалыптасуына ықпал етіп, олардың қанатын қатайтуға үлкен еңбек сіңірді. Бұл Сағынайдың тұлға ретінде де, ұстаз ретінде де қалдырған үлкен мұрасы. Сағынайдың шаңырағына түскен келіндерінің ішінде Мираштың орны ерекше. Алматының қызы болған Мирашты Сағынай көзі тірісінде ақ ерекше ықыласпен қабылдап, өзімнің келінім деп атап кеткен екен. 1980 жылы май айы. Мен Арал өңіріндегі Шижаға ауылына босаға аттап келін болып түстім. Бұл уақыт мен үшін әрі сын, әрі қорқынышты кез еді. Менің осындай босағаны аттаған уақытында маған қамқоршы, маған жол көрсетуші, маған ақылшы болған ағамды еске алу мен үшін бір жағынан мұңлы да, бір жағынан қуанышты. Осы әулетке тез үйренуіме қайнаға деп айтудың өзі мен үшін алыстатып жібергендей болады. Сол ағамның арқасы деп ойлаймын. Ағамның жүрегі өте кең. Бүкіл дүниені жүрегіне сыйғызатындай ақ көңіл, адал, бауырмал, айналасының барлығына үлгі болған, тек қана өзінің отының басы емес, бүкіл әулетіне үлгі боларлықтай жас та болса бас болған адам екені сол алғашқы кездесуде мен сездім. Ағам менің әрбір ісіме мақтау айтып, әрбір ісімді қолдап, сол елге үйренуіме әсер етті. Құдайға шүкір, ағамның артындағы ұрпақтары қазір бір-бір үй, 7 шаңырақ. Ал тәтем менің қазір өзімнің туған апамдай. Сондықтан өз балаларымды қандай жақсы көрсем, ағамның балалары маған сондай ыстық. Әр қадамдарын бақылап, әр қуаныштарына қуанып отырамын. Аға, жатқан жерің жайлы болсын. Сен бақытты адамсың. Біз сені өзіңнің атындай үнемі сағынамыз. Сағынай Дәріқұлұлының артында өшпес із қалдырған ұрпағы бар. Ол 7 баланың әкесі. Үлкені Шынар, одан кейін Айгүл, Жақсыгүл, Қайрат, Талғат, Ләззат және кенжесі Бауыржан. Тағдырдың жазуымен Сағынай небәрі 32 жасында өмірден озды. Артында жап-жас жары Сақаш пен 7 бірдей бала қалды. Жастай жесір қалғанына қарамастан тағдырдың ауыр жүгін қайыспай көтере білді. Қиындыққа мойымай, балаларының болашағы үшін бар күш-жігерін арнады. Халқымыз айтқандай, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, барлығын тәрбиелеп жеткізді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, әрқайсысын ел қатарына қосты. Қайран азаматым, сол 16 мамыр, 17 мамыр күні, 16-сы өзінің дүниеге келген күні, 17-сі Алланың алдына қайтты. Әрине, ол достарының арасында да ақ жарқын, барлық уақытта да соларменен тез тіл табысатын, жадырап, жайлап, барлығында жүретін, баурап алатын сондай азамат еді. Балаларының да енді алды тек осы үлкеніміз 4 оқиды, енді 4 оқиды деп атқан. Ал кішкентай осы кенжеміз әлі 2 жасар. Барлығы да балалары енді дұрыс әкесінің түр түсінде толықтап естеріне сақтап қала алмаған. Кішкентай. Ал әкенің, асқақтау әкенің қадірі әрине керек. Азаматымның орны толмайды. Барлық уақытта да оның жоқтығы білініп тұрады. Асқақтау азаматымды Алланың алдына елтіреп кетті. Сағынамыз әрине, сағынышымыз. Қазір 43 жыл болған екен. Балаларымның әкесін ескеп, құшақтап,
әкелеп алып айтып жүре алған жоқ, бірақ енді әйтеуір қолдан келген жерінде тәрбиелеп дұрыстыққа, адалдыққа, әкесінің қандай болғандығын, оның достары да, жолдастары да, кез келген адам сол неде Шежаға елді мекенінде айта алады, айтып та жүрді. Өткірлігін, өте алымдылығын, өте жақсы адам екендігін балалары біледі, елден естіді, жолдастарынан естіді, барлығы да білді, қадірледі. Бірақ енді Асқар тауым, Сағынайым, сағынышымыз басылған жоқ. Сағынай ол маңдай терін төгіп, мағыналы ғұмыр кешкен еңбекқор жан еді. Өмірінің әр сәтін босқа өткізбей, өнерге, елге арнады. Жүрегінен туған жырлары даланың самалындай, елдің мұңындай, халықтың үніндей ақын еді. Жақынына тірек, інісіне бағыт, айналасына шуағын шашқан бауырмал азамат еді. Сәкен өзінің жүріс-тұрысымен, сөзімен, болмысымен бізге, тек қана бізге емес, жалпы көпшілікке үлгі болды. Сағынай айтты деген әңгіме көп елдің арасында. Не айтса да ойланып, орнымен тауып айтатын. Сондай әңгімелерді елге барғанда көпшіліктің аузынан естіп жүреміз. Шүкір, орны бар оңалар дегендей, Сәкеннің өзі өмірден ерте озса да, арты жақсы. Балалары ер жетті, үйлі баранды, қатарларынан кем емес. Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұрып жатыр. Бірақ тағдыр оған ұзақ ғұмыр бұйырмады. Небәрі 32 жыл. Кейде бір өмір ұзақтығымен емес, мазмұнымен өлшенеді. Сағынайдың ғұмыры қысқа болса да, мағынаға толы ғұмыр болды. Ол артында өшпейтін із қалдырды, өнегелі ұрпақ қалдырды, ең бастысы жауһар жырларын қалдырды. Ақынның тәні кеткенімен сөзі қалды. Сөзі бар жерде рухы тірі. Сондықтан Сағынай өткен шақтың адамы емес. Ол бүгінде, ертеңде ел жадында өмір сүретін тұлға. Шырқалмаған жүректе жатыр әнім, ақ таңымды күлкімен атырамын. Болмасам да қолымда берерім жоқ. Ағайындар бірлікке шақырамын. Атана, дос жаран, маңайым бар. Сынайтұғын дұшпанның талайы бар. Қызметті сыйлама, көшпелі ғой. Әруақты сыйлаңдар, ағайындар. Көңіл күйім ақ нарды итпеші. Дастарханнан нан ауыз тиіп кетші. Маған берген асылың болсын, достым. Бір баламның бетінен сүйіп кетші.